Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасы заңының 4 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңның 21 бабына сәйкес деректемелер мен көрнекі ақпараттың мәтіндері, орфография нормалары және мәтіннің тең түпнұсқалы аудармасы сақтала отырып жазылады. Меншік нысанына қарамастан ұйымдардың мөрлерінің, мөр табандарының мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. Мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс тілінде немесе басқа тілдерде де жазылады. Мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшалары мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс тілінде немесе басқа тілдерде де орналастырылады. Қазақстан Республикасында қорғалатын мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшаларында пайдаланылатын тауар белгілері өзгермеген түрінде жазылады. Деректемелер мен көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынандай ретпен: мемлекеттік тілде сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағына немесе төменгі жағына орналасады. Бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай деректемелер мен көрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. Бұл жағдайда қаріп өлшемі нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардан аспауға тиіс. Ауызша ақпарат, хабарландыру, жарнама мемлекеттік тілде, орыс және қажет болған жағдайда басқа да тілдерде берілетіндігі туралы айтылады. Құжат айналымдағы мемлекеттік тілдің үлесін арттыру, іс қағаздарын қазақ тілінде сауатты жүргізуге арналған қазақ тілді платформалармен таныс болыңыздар. emle.kz, құжат.kz, termincom.kz, сөздікқор.kz, қатемен жұмыс дәрістер.